Енді біз білетін, сіздің еңбектеріңіз жайында білетін бір жаңалығым. Негізінде ағылшын тілін бүгінде көпшілік орыс тілі арқылы үйренеді. Ал сіз жаңа әдістеме жасадыңыз, тікелей қазақ тілі арқылы ағылшын тілін меңгеруді. Осы жайында айтып берсеңіз бізге. Сұрағыңызға рахмет. Жалпы менің бірінші мамандығым қазақ тілі мен қазақ әдебиеті, екінші мамандығым ағылшын түрік тілдері. Одан кейін әрине жалғастырдық. Қазір докторантурада оқимын. Өзім 2010 жылы Малайзияға ағылшын тілін үйренуге барған болатынмын, Куала-Лумпур қаласына. Сол жерде мен бір байқағаным, шетел тілін оқытатын оқулықтардың барлығы дерлік өзінің малай еліне қатысты екен. Яғни тіл деген өзіңіз білесіз, идеология құралы. Осы тіл арқылы адамды қалай киіндіруге, дәстүрімізді бәрін таныстыруға болады ғой. Осы ой көкейімде жүрді. 2015 жылы Анкарада біздің бюро баспасында ағылшынша үйренейік деген әдістемелік оқулық құралым шықты. Жаңағы сіз айтқандай қазақ аудиториясына арналған. Кітап жалпы 3 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімі қазақ грамматикасы, ағылшын грамматикасы қазақша түсіндіріледі, және мысалдардың өзі, мысалы Нью-Йорк жайлы емес, Астана жайлы, Алекс жайлы емес, Қайрат жайлы дегендей. Өзіміздің мысалдардың барлығы өзімізге қатысты. Екіншісі, халықтық тәрбиенің озық үлгісі болып саналатын фольклордағы ертегілер ағылшын тіліне аударылып берілді. Үшінші бөлімінде американ ағылшын тілді ұсынылған болады. Және осы еңбегі ескеріліп, Қуаныштың осыдан біраз уақыт бұрын ғана, бірер ай бұрын білім беру саласының үздігі деп танылдыңыз, е? Құттықтаймын сөзіңізді. Мақтанатындай жігіт, е, Қуаныш?